Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Сабақтың тақырыбы темір жолшы оқиға тарихи шежіресі. Сабақтың мақсаты сіздің білетініңіз әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені талдау, көптік мәнді есімдер мен көптік жалғауды ажырату. Бүгінгі сабақта меңгеретініңіз әлеуметтік мәдени тақырыптар аясында қолданылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну. Әдеби шығармада көтерілген мәселені талдау. Ал енді оқушылар, назарымызды слайдқа аударамыз. Бұл қандай ғимарат? Сабақтың тақырыбына бұл суреттің қандай қатысы бар? Осы екі сұраққа жауап беріңіздер. Дұрыс. Бұл Қазақстан темір жолы ғимараты, вокзалы. Бүгін біз сабақта сіздермен темір жолы құрылысы тарихымен танысамыз. Бүгінгі жаңа сөздеріміз темір жол, құрылыс, шежіре, марапат, кәсіби, дәстүр. Осы сөздерді сөздіктен тауып, аударасыңдар, дәптерге жазасыңдар. Енді біз сіздермен сөздік жұмысын жүргіземіз. Ойлан тап әдісі арқылы берілген кестені толтыру керек. Сөздер берілген бізге. Бұл сөздің мағынасын жазу керек және сөз тіркесін құрастыру керек. Сондықтан, құрметті оқушылар, сөздікті пайдалануға және интернет желісін пайдалануға рұқсат. Ал енді слайдқа назар аударайық. Тапсырма қиын болды ма, әлі де жеңіл болды ма, соны тексеріп шығайық. Әрқайсылар дәптерге қарап, тапсырманы салыстырыңдар. Мысалы, темір жол сөздің мағынасы пойыз жүретін жол. Сөз тіркесі темір жол вокзалы. Құрылыс материалдық өндіріс саласы. Сөз тіркесі темір жол құрылысы. Келесі сөз шежіре. Тарихи халықтың шығу тегін, таралуын баяндайтын тармағы. Мысалы, тарихи оқиға шежіресі. Келесі сөз марапат. Марапат дегеніміз еңбекті бағалау. Сөз тіркесі мұғалімді марапаттау. Кәсіби. Белгілі бір кәсіпке, өнерге байланысты қолданылатын сөз. Сөз тіркесі кәсіби маман. Келесі сөз дәстүр. Дәстүр деген сөздің мағынасы атадан балаға қалдыратын, әдетке айналған құндылықтар жүйесі мен ережелеріне ұласқан бөлік. Сөз тіркесі қазақтың дәстүрі. Енді кімге қиын болды, сіздер осы слайдтан жазып алыңыздар. Енді балалар, келесі тапсырма тыңдалым тапсырмасы. Мәтінді мұқият тыңдайсыңдар. Бірақ ең бірінші тыңдалым алдында осы 5 сұраққа жауап беру керексіңдер. Мәтінді тыңдаған кезде мұқият болыңдар. Бірінші сұрақ: мәтіннің тақырыбы қандай? Мәтіннің негізгі ойы неде? Не себепті темір жол салынған? Қазіргі кезде темір жолдарды салуға және жөндеуге неліктен аса көңіл бөлініп отыр? Және 5-ші сұрақ: қай жылы ең алғашқы темір жол ашылды? Осы 5 сұраққа жауап беру керексіңдер. Ал мәтінді тыңдайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Темір жол құрылысы. Қазақстан жеріндегі тұңғыш темір жол магистралі 1894 жылдың 25 қазанында Покров-Орал тар табанды темір жол телімінің құрылысы аяқталғаннан кейін ашылды. Осы жолдың 130 шақырымы қазіргі Қазақстан жері арқылы өткен. Арада 4 жыл өткеннен кейін Урбак-Астрахань тар табанды темір жол іске қосылды. Мұның да 77 шақырымы қазақ даласын басып өтті. Солтүстік Қазақстанның дамуы үшін 1891-1896 жылдары салынған
Транссібір магистралінің, дәлірек айтқанда оның қазақстандық 190 шақырымының маңызы зор еді. Бұл жол қазақ пен орыс халықтарының экономикалық және мәдени жақындасуына үлкен үлесін қосты. 1901-1906 жылдары Қазақстан жерінің 1660 шақырымдық аумағын алған, Орта Азия мен Ресейдің орталығын қосатын Орынбор-Ташкент темір жолы салынды. 1914-1917 жылдары болашақ Түрксибтің бір бөлігі Жетісу жолының Арыс-Пішпек телімі салынды. 1915-1917 жылдары соғылған Алтай темір жолының 122 шақырымы Қазақстан жері арқылы өтті. Бұдан басқа 1918 жылға дейін 117 шақырымдық Екібастұз-Ермак тар табанды темір жолы жұмыс істеп тұрды. Кеңес заманының алғашқы темір жолы 1920-1922 жылдары салынған Петропавл-Көкшетау телімі болды. Енді берілген сұрақтардың жауаптары. Тексереміз. Бірінші, мәтіннің тақырыбы темір жол құрылысының тарихы. Екінші, Қазақстанда қай жылдары темір жол құрылысы құрылған. Үшінші, басқа елдермен қарым-қатынас орнату, экспортқа тасымалдау. Төртінші, отанымыздың экономикасын көтеру үшін және астанамызды басқа елдерге көрсету. Бесінші сұрақ, 1894 жылы 25 қазанда темір жол магистралі ашылды. Ал енді құрметті оқушылар, осы жауаптарын тексеріп шығыңыздар. Енді осы тыңдалған мәтіннің ақпараттың шынайылығы мен нақтылығын осы дұрыс-бұрыс деген әдіс арқылы біз сіздермен тексереміз. Ақпарат сіздердің назарларыңызға жазылған 4 сөйлем. Сендер тек қана белгі қоясыңдар. Дұрыс немесе бұрыс. Енді осы тапсырманы тексерейік. Қазақстан жеріндегі тұңғыш темір жол магистралі 1894 жылдың 25 қазанында Покров-Орал жерінде ашылды. Дұрыс деген белгіні қоясыңдар. Екінші сөйлем. 1901-1906 жылдары Қазақстан жерінің 1660 шақырымдық аумағын алған Орынбор-Мәскеу темір жолы салынды дейді. Бұл дұрыс емес, өйткені мәтін бойынша Орынбор-Ташкент жолы ашылған. Келесі үшінші сөйлем. 1915 жылы Челябинск, Троицк, Қостанай, Қазақстан арқылы 166 шақырым магистралі салынды. Дұрыс. Төртінші сөйлем. Кеңес заманының алғашқы темір жолы 1925-1927 жылдары салынған Петропавл-Көкшетау телімі болды. Бұл ақпарат дұрыс емес, өйткені Петропавл-Көкшетау телімі 1920-1922 жылдары салынған. Жақсы. Тамаша, келесі тапсырмаға көшеміз. Енді балалар, біз бүгін сабақта сіздермен темір жол құрылысы тарихымен танысып, енді қорытынды жасаймыз. Ол үшін сендер Попс формуласы арқылы пікір, дәлел, мысал және қорытынды жазу керексіңдер. Бірінші сөйлем. Менің ойымша өз пікірлерін жазасыңдар. Екінші сөйлем. Себебі мен оны деп түсіндіремін. Дәлелдейсіңдер өз пікірлеріңізді. Үшінші сөйлем. Оны мен деген фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Мысал жазасыңдар. Және төртінші сөйлем, ол қорытынды. Осыған байланысты мен деген шешімге келдім.
Ал енді біз сіздермен сабақты қорытындылаймыз. Не білдім, не ұнады, сабақтан алған әсерім. Не білдім, осы жерде темір жол құрылысы туралы не білдіңдер, соны жазасыңдар. Қандай магистральдар ашылды, қай жылдары. Не ұнады, сабақта қандай тапсырма сіздерге көп ұнады, соны жазасыңдар. Сабақтан алған әсерім, оны смайлик арқылы белгілейсіздер. Ал балалар, сабақта, мен ойлаймын, сабақ сіздерге ұнады, көп темір жол құрылысы туралы көп шежіресін біліп, көп ақпарат алдыңыздар. Сау саламатты болыңыздар.